Hello everyone. In this lesson, we are going to know about the present perfect tense. We'll know when it is used, how it is formed, and I'll explain by giving some examples. Just keep watching this lesson. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі сабақта ағылшын тіліндегі present perfect шағын үйренетін боламыз. Let's get started. The present perfect tense, present осы, perfect аяқталған. Аяқталған осы шақ. Present perfect шағында әрекет өткен уақытта жасалды, ал нәтижесін қазіргі уақытта көре аламыз. Онда не үшін осы шақ деп тұр, егер ол аяқталған болса? Себебі аяқталған іс-әрекет бізге қазір осы шақта маңызды. Демек, present perfect осы шақпен қазіргі уақытпен байланысты. Present perfect жасау үшін have, has көмекші етістіктерімен past participle етістігі қажет болады. Past participle етістіктің үшінші формасы, яғни verb 3 дегенді естіген боларсыздар, ол етістіктің үшінші формасы. Алдыңғы сабақтарда айтып өткенімдей, regular verbs дұрыс етістіктерге ed жалғанса, irregular verbs бұрыс етістіктерді жаттап алу керек. Мына етістіктер дұрыс етістік болғандықтан ed жалғанады. Мысалы, watch, watched, watched. Marry, married, married. Rain, rained, rained. Дұрыс етістіктер екінші формада, үшінші формада да бірдей болады. Аударып көретін болсақ, watch қарау, watched қарады, watched қарады. Marry үйлену, married үйленді, married үйленді. Rain жаңбыр жауу, rained жаңбыр жауды, rained жаңбыр жауды. Ал бұрыс етістіктер see, saw, seen. Know, knew, known. Buy, bought, bought. See, көру, saw, көрді, seen, көрді. Know, білу, knew, білді, known, білді. Buy, сатып алу, bought, сатып алды, bought, сатып алды. Present perfect үшін осы past participle керек. Мысалы, I have watched, мен қарадым. I have bought, мен сатып алдым. Қазақ тілінде бұл шақ жоқ болғандықтан өткен шақта аударылады. Present perfect жағын қандай жағдайларда қолданамыз? Бірінші жағдай, әрекет өткен уақытта жасалды, ал нәтижесін қазіргі кезде көріп тұрмыз. Мысалы, the room is messy. Бөлме лас, шашылып жатыр. I am cleaning the room. Мен бөлмені тазалап жатырмын. I have cleaned the room. Мен бөлмені тазаладым. Бөлме қазір таза. Нәтиже көрініп тұр. Яғни present perfect жағының ең басты ерекшелігі оның нәтижесінің болуы. Тағы бір мысал. The train is leaving. Пойыз кетіп бара жатыр. He came late. Ол кеш келді. He has missed the train. Ол пойыздан қалып қойды. Оның мінетін пойызы орнында жоқ. Нәтижесі пойызды көріп тұрған жоқпыз. Егер біз past simple шағында қойсақ, мысалы he missed the train делінсе, оның осы уақытпен байланысы болмайды. Бұл мысалдармен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді екінші жағдай. Осы уақытқа дейін өмірімізде болған тәжірибеміз туралы айтатын болсақ. Мысалы, I have seen that film before. Мен ол фильмді бұрын көргенмін. Немесе көрмегенмін деп айтсақ та болады. I haven't seen that film before. Мен ол фильмді бұрын көрмегенмін. Яғни тәжірибеміз болса да, ондай тәжірибе болмаса да, осы present perfect шағын қолданамыз. Тағы бір мысал. Айжан has been to Australia. Айжан Австралияда болып көрді.
Егер дәл уақытты айтылатын болса, мысалы 2012 жылы деген сияқты, онда present perfect емес past simple болады. Сондықтан present perfect шағында дәл уақытты көрсетілмейді. I have never eaten octopus. Мен ешқашан сегізаяқ жеп көрмедім. Енді үшінші жағдайға тоқталайық. Іс әрекет аяқталып қойды, бірақ ол уақыт әлі бітпеді. Мысалы, this month, осы ай, this week, осы апта, today, бүгін, up to now, so far, қазірге дейін. We have bought a new car this week. Біз осы аптада жаңа көлік сатып алдық. This week, осы апта әлі аяқталған жоқ. I haven't seen Әділбек today. Мен бүгін Әділбекті көрмедім. Today, бүгінгі күн әлі аяқталмады. Present perfect шағында болымды сөйлем жасап көрейік. Have көмекші етістігі I, we, you, they есімдіктермен қолданылады. I have worked. Мен жұмыс жасадым. We have worked. Біз жұмыс жасадық. You have worked. Сен жұмыс жасадың. They have worked. Олар жұмыс жасады. Қысқартып айтуға да болады. I've worked. We've worked. You've worked. They've worked. Бұрыс етістікті қолданып көрейік. I've eaten. We've eaten. You've eaten. They've eaten. Eaten, eat етістігінің үшінші формасы. Ал has көмекші етістігі he, she, it есімдіктермен қолданылады. He has worked. Ол жұмыс жасады. She has worked. Ол жұмыс жасады. It has worked. Ол жұмыс жасады. Қысқартып айтуға да болады. He's worked. She's worked. It's worked. He's eaten. She's eaten. It's eaten. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін not сөзін have, has көмекші етістіктерінен кейін қоямыз. I have not worked. Мен жұмыс жасаған жоқпын. We have not worked. You have not worked. They have not worked. Қысқартып айтуға да болады. I haven't worked. We haven't worked. You haven't worked. They haven't worked. Бұрыс етістікті қолданып көрейік. I haven't eaten. We haven't eaten. You haven't eaten. They haven't eaten. He has not worked. She has not worked. It has not worked. Қысқартып айтып көрейік. He hasn't eaten. She hasn't eaten. It hasn't eaten. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін have, has көмекші етістіктерін бастауыштың алдына шығарамыз. Have I worked? Мен жұмыс жасадым ба? Have we worked? Біз жұмыс жасадық ба? Have you worked? Сен жұмыс жасадың ба? Have they worked? Олар жұмыс жасады ма? Has he worked? Has she worked? Has it worked? Has he eaten? Has she eaten? Has it eaten? Ал сұраулы сөздерді қолданатын болсақ, present perfect шағында when сұраулы сөзі ешқашан қолданылмайды. Оның орнына how long деген сұраулы сөзді қолданамыз. Мысалы, how long have you worked? Сен қашаннан бері жұмыс жасап жатырсың? How long have they eaten? Олар қашаннан бері тамақ жеп жатыр? How long has she worked? Қашаннан бері ол жұмыс жасап жатыр? Одан кейін қалған сұраулы сөздерде қолданылады. Сұраулы сөздер сөйлемнің басында қойылады. Мысалы, who has eaten? Кім жеп қойды? Мұнда бізге есімдік қажет емес, себебі who, кім деп тұрғандықтан ешқандай есімдікті қажет етпейді. Керісінше жауабына кім екенін айтамыз. Why have you worked? Неге жұмыс жасадың? What has she eaten? Ол нені жеп қойды? Where
Have you worked? Сен қайда жұмыс жасадың? How has he eaten? Ол қалай жеп қойды? Және де present perfect шағын қалай білеміз деген сұрақ туындаса, оны мына сөздер арқылы білуге болады. Бұлар маркер сөздер. Біріншісі already, әлде қашан, ал орысша уже деп аударылады. Күнделікті біздің көп қолданылатын сөзіміз уже. She has already washed the dishes. Ол әлде қашан ыдысты жуып қойды. Ол уже ыдысты жуып қойды. Ыдыстар таптаза, нәтиже көрініп тұр. Бұл present perfect шағы. Just жаңа ғана. The lesson has just started. Сабақ жаңа ғана басталды. Орысша только что деп аударылады. Already, just, have, has көмекші етістіктерімен past participle'дың ортасында тұрады. Мысалы, has already washed. Has бен washed'тың ортасында тұр. Has just started. Just, has бен started'тың ортасында тұр. Соған мән берейік. Келесі, yet, әлі. Ал орысша еще деп аударылады. Мысалы, have they left the house yet? Олар әлі үйден шықпады ма? I haven't done this exercise yet. Мен мына жаттығуды әлі орындамадым. Yet сұраулы және болымсыз сөйлемде қолданылып, сөйлемнің соңында тұрады. Болымды сөйлемде қолданылмайды. Ever орысша когда-либо деп аударылады. Қазақша бір кездері деп аудардым, бірақ қазақша сұрақта бұл сөз қолданыла бермейді. Бұл сөзбен сұрақ көбінесе have you ever деп басталады. Have you ever played golf? Гольф ойнап көрдіңіз ба? Келесі көп қолданылатын маркер сөз never, ешқашан. I have never played golf. Мен ешқашан гольф ойнап көрмедім. Never өзі мағынасы болымсыз болғандықтан сөйлем болымды болады. Мысалы, I haven't never played golf деп айту қате. I have never played golf деп айту қажет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты нақты түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сұрақтар болса жазыңыздар. Келесі сабақта көріскенше. Бай-бай.